Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен табада стейк пісірдім. Бұл жылқы етінен жұмсақ әдемі қылып, үй жағдайында осылай стейк жасап жесеңіздер болады. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Үй жағдайында осылай дамды тамақ түрлерінің видео рецептісі шығып отырады. Және етті мен алдын ала жуып, тазалап, жұқалап осылай кесіп алдым. Енді вилкамен, шаншқымен осылай екі жағынан осылай тесіп шығамыз. Сол кезде тез піседі. Осылай вилкамен жасап алыңыздар. Видеоды қандай жасаңыздар. Және де қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Үйде бар заттардан жасадым мен. Міне енді кішкене қара бұрыш себеміз. Екі жағына әдемілеп жағып шығамыз. Көп себуге болмайды. Шамалы шым-шым кішкене себесіздер. Содан кейін кориандр септім кішкене. Үйде бар екен, содан кейін кішкене септім. Үйде бар заттардан жасаңыздар. Көп приправалар себудің де керегі жоқ. Ең бастысы қара бұрыш, чеснок жақсаңыздар, тұз жақсаңыздар негізі жеткілікті. Міне кішкене шым-шым тұз септім. Екі жағына жақсылап жағып шықтым. Одан кейін міне чесногымды да жағып шықтым дұрыстап екі жағына. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де кішкене сұйық май құйып, екі бетіне жағып, кішкене осылай қойып қоясыздар. 10-15 минут қойып қоясыздар. Болмаса сразу пісіре берсеңіздер де болады. Міне кішкене май жағып, осылай тағы жағып, кішкене қойып қоясыздар. Және де осында және помидор, пияз, чеснок қосамын. Мен сұйық майға пісірдім. Сұйық майға пісіргім келмейді десеңіздер, маргаринге пісірсеңіздер де болады. Және де осылай қызып тұрған табаға етімізді салып, өте жай отта екі бетін 20-25 минуттай, тіпті ет қатты қызармаса 30 минуттай пісіріп алыңыздар. Еттің сөлі шығып, сөйтіп өзі әдемілеп піседі. Жай отта пісіріп алыңыздар екі бетін. Міне чеснок қойып қоясыздар осылай. Сол кезде әдемі дәмі кіреді чесноктың. Міне кішкене лимон сығып, бетіне лимон сығасыздар өйстіп. Дәмі керемет болады лимон қоссаңыздар да. Екі бетін жай отта міне 20 минуттай пісіріп алдым мен. Міне одан кейін енді екі бетін сәл қызартып алайын деп жатырмын. Міне сол кезде қызартып алатын кезде міне сәл пышақтың ұшымен осылай үстіп шаншқымен осылай жасайсыздар пышақпен. Сол кезде таза болып піседі. Міне етім жұмсақ болып тұр. Міне етімді қызартып пісіріп алдым. Енді етімді пісіріп болып, енді помидор, осылай перец, пиязымды да осылай пісіріп аламын. Табада видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және міне бәрі дайын болды. Етім қызарып, әп-әдемі жұмсақ болып пісті. Осылай лимон бетіне кішкене сығамыз, тағы әдемі керемет дәм береді лимон. Міне жылқы етін табада жұмсақ әдемі өте төмен жай отта пісіріп алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ дәмі ерекше дәмді болып пісті. Жасап жеңіздер, жасап жеуге кеңес беремін. Стейкті де үйде жасап жеуге болады.